Сендердің аналарың сендерге таңертең күн шуағышқанда қайырлы таң деп оята ма? Жарайсыңдар балалар, онда біз де өзіміздің денелерімізді қайырлы таң деп оятайық кәне. Қанекей, бәріміз көмен бірге қайырлы таң. Бірінші көздерің, көздерің ояныңдар, ояныңдар. Саусақтарың, саусақтарың ояныңдар. Жарайсыңдар балалар, сендерде бүгін ашық сабақ екен. Мен жарқырап күннің бүгін сендерде сабақтарыңды сәтті өткізіңдер. Мен басқа топтарға барып шуағымды шашып, оларда сен сияқты оятайын сендер сияқты. Сау болыңдар. Сау болыңыз. Қандай қонақ екен? Мамамдарға алыс жетсе бала, қиындықтан қашпауымыз керек. Телеарнасында ойнайтын бұл жаспын. Сендер балапан телеарнасын көресіңдер ме? Менің құлағым, мен көп жамандық, жаман заттардың барлығын істеп, осылай қиын болып кетті. Мен ақылсыз болғандықтан қиын болып кетті. Сондықтан маған көмектесесіңдер. Ойланайықшы, кімге көмектесейік? Қақтан құлаққа көмектесу құлағының кішіреюі үшін біз оның жақсылық жасайтын жақтарын көрсетуіміз керек. Яғни кімге көмектесер екен? Яғни қалқан құлақ көп достарын ренжітіпті, бір атайды ренжітіпті. Енді сол атайдың үйінде бір әжей бар екен. Сол әжей қазір бізде күз мезгілінде көкөністер мен жемістерді жинай алмай, көмек сұрап отыр екен. Ендеше әжейге көмектесуге барамыз ба? Балалар, бұл жерде қандай ағашты көріп тұрсыңдар? Алма ағашын көріп тұрсыңдар. Ал жерде қандай көкөніс өсіп тұр? Сәбіз, өте дұрыс айтасыңдар балалар. Бізге екі себет берілген екен. Ендеше ағаштағы алмаларды тура санап себетке жинап алуымыз керек. Ал жердегі сәбіздерді біз кері қарай санап себетке жинап алуымыз керек екен. Алма ағашын жинауға алпамыз кәнекей келе ғой. Келесі Нұрислам. Дұрыс. Келесі Рамазан. Екі саны дұрыс. Келесі Аяна. Аяна ала ғой, кәне бір санды ала. Екіден кейін қандай сан бізде балдар? Үш санын аламыз. Келесі Асқар. Үштен кейін қандай сан болады бізде? Төрт саны өте дұрыс айтасың. Келесі Арайдың келе ғой. Бес саны жақсы. Өте жақсы балалар, біз себетке алманы жинап алдық. Балалар, біз алма ағашын жинап себетке салып алдық. Енді біз жерде өсіп тұрған сәбіздерді кері қарай санап себетке жинап алуымыз керек. Кәнекей бірінші Арайдың келе ғой, кәнекей. Бес саны жақсы, өте жақсы себетке сала ғой. Келесі Алпамыз. Өте дұрыс. Келесі Нұрислам. Үш саны. Асқар келе ғой. Екі саны. Рамазан келе ғой.
Келесі Аяна келе ғой. Қандайсың? 0 саны. Өте жақсы. Ендеше біз құшаққа кетеді, яғни мына жерде бізде қыстап қалған құстар, яғни ұшуға үлгермей қалған құстар бар екен. Ендеше осы жердегі құстардан атап және көреге қандай құстар екен бұл жерде, осы жерде ұшуға үлгермей қалған құстар. Ендеше қазір мына жерде құстың атын атаймыз және орыс тілінде айтамыз, екі тілде айтамыз. Мынау көгершін, орысша голубы, мынау қандай? Қарға, ворона, орысша айтамыз. Мынау сары шымшық, синица, мынау қандай? Жоқ. Дауысыңыз қашырыңыз? Торғай. Орысшасы қандай екен? Воробей. Воробей. Жоқ, қандай қыз тұрса қарайық? Жоқ. Ағаштар тоқылатып қандай қыз? Біз жаңа құстарды атап шықтық, ендеше мына жерде неше құс екен? Санап жатырмыз. Бірінші санаймыз, бірінші қазақша санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Енді орысша санайық. 1, 2, 3, 4, 5. Қолында 5 саса, сол қолында 5 саса. Бесте қосқанда 10 саса. Саусақ өте жақсы балалар. Біз ендеше мына 10 саусағымыздың өнерін, 10 саусағымызды жасайық. Мына құстарға қалай көмектесе аламыз балалар? Не жетіспейді бұл жерде? Үй жетіспейді. Алар ендеше біз құстарға ұя жасауға көмектесеміз ба? Өте дұрыс. Ай, молодцы, жарайсыңдар. Мына жерде 4 қос, бағаннан. Қолында қайтышын, соны тауып, соның рақылықтың несіне қоясыңдар. Сол кезде қоянды құтқара алатынсыңдар. Дөңгеле. Қолды сақ. Дөңгеле жүреміз. Пішілерді тұсына олар керсіз. Мен қолданған пішілі жазып тұсына. Ал, қане, қай пішілі? Тез қойылаймыз. Қане, қай пішілі? Қолданған қай пішілі? Өте дұрыс балалар, жарайсыздар. Айшада өте дұрыс ондағы мінекей. Қонақтарға бәрін көрсетеміз. Асқар дұрыс орындаған, өте дұрыс орындаған. Көрсетеміз. Мына жерде, міне, мынада Медина да өте дұрыс орындапты. Қатты басқанда ішін сындырып аласыңдар, түсіндің? Мен қой ерім әтес. Тамаша қояды. Қалғанғылар оржас. Бағлар, қалғанғылар оржастан өзгеріс көріп тұрсыңдар ма? Құлаға не кетті? Құлағымның бәрі күшке келеді, сендер тапсаланды өте дұрыс орындағаннан кейін. Құлағым өздеріне келді, балалар сендерге көп рахмет. Және мен сендерге ана алыстан өзімнің тосын сыйлығын әкелген едім. Сендер өте жақсы тапсырма орындағаннан кейін мынандай сендерге сыйлық әкелдім. Көп рахмет сендерге балалар. Енді мен барар, жерім өте көп. Сондықтан сау болыңдар. Сау болыңдар.
осылар не жасауды үйрендің? Жақсылық жасау. Не бар? Жақсы жасауды үйрендің ба? Иә, біз әрқашан адамдарға, құстарға, табиғатқа бәріне көмектесеміз ба? Жарайсыңдар балалар, өте жақсы, жарайсыңдар. Ендеше балалар, сендерге орташа жай ғана ұнады десеңдер. Екіншісіне бүгінгі сабақ мүлдем ұнаған жоқ десеңдер, үшіншісіне қойыңдар. Өзіне бағалай қойыңдар.